Сәлем достар. Бүгін мен сізге денсаулығыңыз бен әл-ауқатыңызды жақсартатын қарапайым және тиімді жаттығу туралы айтқым келеді. Видеомызды бастамас бұрын лайк басып, арнаға тіркелуге шақырамын. Маңызды мәліметті өткізіп алмау үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл жаттығуды сіз арқаңызда жатып, аяғыңызды көтеріп, қабырғаға немесе басқа да тірекке сүйеніп, оларды тік ұстап орындайсыз. Сіз мұны таңертең немесе кешке күн сайын 10-15 минут жасай аласыз. Сонымен бұл жаттығудың сіздің денеңізге қандай пайдасы бар екенін қарастырайық. Бірінші артықшылығы – қан айналымын жақсарту. Аяқтарыңызды жоғары көтергенде, сіз олардан қанның жүрекке және миға ағуына ықпал етесіз. Бұл аяқтардағы қысымды төмендетуге, ісінуді басуға және варикоз бен тромбоздың алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар, сіз барлық ағзаңызды оттегімен қанығуын қамтамасыз етесіз. Бұл сіздің өнімділігіңізге және көңіл күйіңізге оң әсер етеді. Екінші артықшылығы – бұлшықеттерді босаңсыту және ауырсынуды жеңілдету. Аяғыңызды жоғары қаратып жатқанда, сіз бұлшықеттеріңізге демалуға және созуға мүмкіндік бересіз. Бұл әсіресе арқа, мойын, иық, бел және жамбас бұлшықеттері үшін жақсы. Сіз сондай-ақ ұзақ отыру немесе ұзақ тұрумен байланысты болатын ыңғайсыздық пен ауырсынуды азайтасыз. Омыртқаның туралануына және оны ұстап тұрған бұлшықеттердің күшеюіне ықпал етесіз. Үшінші артықшылығы – лимфа жүйесінің жұмысын жақсарту. Лимфа метаболизм өнімдерін, токсиндерді және микробтарды лимфа тораптарына тасымалдап, оларды бейтараптандырып, ағзадан шығарып тастайтын сұйықтық. Аяғыңызды жоғары көтергенде, сіз лимфа ағындарын ынталандырасыз және аяғыңыздағы лимфа жүйесінің тоқырауына жол бермейсіз. Бұл сіздің ағзаңызды токсиндерден тазартуға және иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Төртінші артықшылығы – ас қорытуды жақсарту. Аяғыңызды жоғары көтергенде, сіз асқазан, ішек, бауыр және ұйқы безі сияқты іш мүшелеріне қан беруді арттырасыз. Бұл ас қорыту шырындарының жақсы бөлінуіне және пайдалы заттардың сіңісуін жақсартуға көмектеседі. Сіз сондай-ақ іштің қатуы, іштің кебуі, газдардың жиналуы секілді басқа да қолайсыз құбылыстар қаупін азайтасыз. Бесінші артықшылығы – ұйқының жақсаруы. Ұйықтар алдында аяғыңызды жоғары көтергенде, сіз денеңіздің релаксация және демалуға дайын күйге өтуіне көмектесесіз. Сіз стресс деңгейін төмендетесіз, көңіл күйіңізді көтересіз және ұйықтауды жеңілдетесіз. Сіз сондай-ақ ұйқысыздық, түс көру және түнгі қорқыныш қаупін азайтасыз. Алтыншы артықшылығы – бас ауруының алдын алу. Аяғыңызды жоғары көтергенде, мидағы қан айналымын жақсартасыз. Бұл бас ауруы, бас айналу және құлақтағы шудың алдын алуға немесе оны жеңілдетуге көмектеседі. Жетінші артықшылығы – суық тиюдің алдын алу. Аяғыңызды жоғары көтергенде, сіз тыныс алу жүйесін белсендіресіз, өкпенің сыйымдылығын арттырасыз және желдетілуін қамтамасыз етесіз. Бұл тыныс алу жолдарын бактериялардан және вирустардан тазартуға және жергілікті иммунитетті арттыруға көмектеседі. Сіз сонымен қатар мұрыннан су ағу, жөтел, бронхит және пневмония қаупін азайтасыз. Көріп отырғаныңыздай, аяқты жоғары көтеру жаттығуы сіздің денсаулығыңыз бен әл-ауқатыңызға пайдалы әсер етеді. Дегенмен, оны орындауды бастамас бұрын, сізде оған қарсы көрсетілімдер жоқ екеніне көз жеткізу керек. Оларға мыналар жатады. Жүрек жеткіліксіздігі немесе аритмия. Яғни жүректің әлсіздігінен қанның ағзада баяу тасымалдануы. Егер сіз аяғыңызды жоғары көтерсеңіз, сіз жүрекке жүктемені арттырасыз. Бұл өз кезегінде жүрек ырғағының бұзылуына әкелуі мүмкін. Гипертония немесе глаукома. Бұл қан тамырларында немесе көздегі қысымның көтерілуі. Егер сіз аяғыңызды жоғары көтерсеңіз, аяғыңыздағы қысымды төмендетесіз, бірақ оны денеңіздің жоғары бөлігінде және басыңызда көтересіз. Бұл сіздің жағдайыңыздың нашарлауына әкелуі мүмкін. Көздің торлы қабатының бөлінуі. Көздің торлы қабаты көздің көру функциясына жауап береді. Егер сіз аяғыңызды жоғары көтеріп жүрсеңіз, көздеріңіздің торлы қабатының бөлінуіне немесе оның нашарлауына ықпал етудесіз. Шап немесе кіндік грыжасы бар болған жағдайда, сіз аяғыңызды жоғары көтерсеңіз, іштің қысымын жоғарылатып, грыжаңызды асқындырып аласыз, тіпті оны қысып алуыңыз да мүмкін. Мойын немесе омыртқа жарақаты кезінде. Бұл жағдайда, егер сіз аяғыңызды жоғары көтеріп жүрсеңіз, омыртқаның анатомиялық жай-күйін бұзып, ауырсынуды күшейтесіз, немесе нервтердің қысылып қалуына мүмкіндік жасайсыз. Мұрын бітелуі немесе синусит. Егер сіз осы ауруларға шалдықсаңыз, аяғыңызды жоғары көтеру, ісіну мен мұрынның бітелуін асқындырады, немесе шырыштың тамаққа және өкпеге ағып кетуіне себепкер болуы мүмкін. Отит немесе конъюнктивит.
Егер сіз аяғыңызды жоғары көтерсеңіз, сіз бұл органдардың ауырсынуын немесе тітіркенуін күшейтесіз. Келесі қарсы көрсетілім әйелдерге қатысты, яғни менструация кезінде. Егер сіз осы кезең кезінде әсіресе қарқынды қан кету күндерінде аяғыңызды жоғары көтерсеңіз, жатырды тазартудың табиғи процесін бұзып, қанның жиналуына немесе инфекциялардың пайда болуына жағдай жасайсыз. Егер сізде осы қарсы көрсетілімдердің біреуі немесе бірнешеуі болса, онда сізге бұл жаттығуды жасау ұсынылмайды. Оның орнына сіз өзіңізге қауіпсіз және пайдалы болатын басқа жаттығуларды таңдаңыз. Егер сіз өзіңіздің денсаулық жағдайына сенімді болмасаңыз, жаттығуды бастамас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Егер сізде қарсы көрсетілімдер болмаса, онда сіз бұл жаттығуды күн сайын қауіпсіз жасай аласыз және оның пайдасын бір аптада көре аласыз. Ол үшін төсек немесе диван сияқты ыңғайлы жату орнын таңдап, мүмкіндігіңізше қабырғаға жақын орналасыңыз. Сіздің жамбасыңыз бен аяқтарыңыз тік бұрышты жасау керек. Сіздің беліңіз еденге мықтап басылып, арқаңыз тегіс болуы шарт. Қолды дененің бойына немесе ішіңізге қоюға болады. Ыңғайлы болу үшін бас пен мойын астына жастық салуға болады. Көздеріңізді жұмып, ауыртпалықсыз, терең және бір келкі тыныс алыңыз. Өз сезімдеріңізге назар аударыңыз және жаттығудан ләззат алуға тырысыңыз. Санаңызды тыныштандыру мақсатында музыка немесе медитация дыбыстарын тыңдауға болады. Сіз оны таңертең денеңізді ояту және оны жаңа күнге дайындау үшін немесе кешке тыныштық пен ұйқыға дайындалу үшін жасай аласыз. Егер сіз аяғыңызда немесе арқаңызда шаршау, ауырсыну немесе ыңғайсыздық сезінсеңіз, оны күні бойы жасай беруге болады. Осымен видеомыз аяқталды. Егер алған ақпараттарыңыз пайдалы болса, лайк басып арнаға тіркеліңіз. Жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз. Арнамызда басқа да пайдалы видеолар бар. Кіріп тамашаласаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Ауырмаңыздар.